Сәлеметсіздер ме оқушылар? Медиа сауаттылық курсының кезекті сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз логикалық қулықтар, логикалық қателер жіктемесі деп аталады. Бүгінгі сабақта біз логикалық қулық және логикалық қате дегеннің не екенін түсінуіміз қажет. Логика ойлау мен пайымдау туралы ғылым. Логикалық қате, яғни ойлаудағы қате, пайымдаудағы қате, ол білімнің жеткіліксіздігінен болады. Логикалық қатені білімнің жеткіліксіздігінен, пайымдаудың жеткіліксіздігінен бейсана түрде жасайды адам. Көбіне пайымдауға қажетті білім жетпей жатады. Ал енді логикалық қулықты біле тұра, әдейі, арнайы, белгілі бір мақсатты көздеп жасайды, сөзге араластырады. Көбіне әлеуметтік желілерде осы логикалық қулық қолданылады. Яғни, белгілі бір мақсатпен жасалса, ол логикалық қулық, арнайы мақсатпен. Ал енді білімнің жеткіліксіздігінен айтылса, ол логикалық қате. Жалпы логиканың 4 негізгі заңы бар. Біріншісі сәйкестік заңы. Мысалы, мына бір сөйлемдерді көрейік. Барыс жабайы аң. Сонымен бірге барыс дәрілік өсімдік ретінде қолданылады. Осы пайым дұрыс па? Бір-біріне сәйкес келіп тұр ма осы екі пайым? Әрине жоқ. Демек, логикада сәйкестік болу керек. Айтылған ой, пайым бір-бірімен сәйкес келуі керек. Екінші, қайшылық заңы. Барыс қауіпсіз жануар. Кейде барыс адам өміріне зиян келтіруі мүмкін. Осы екі пайым бір-біріне сәйкес келмейді, ол қарама-қайшы пайым. Адамға зиян келтіретін дүние, жануар қауіпсіз болуы мүмкін бе? Әрине жоқ. Демек, бұл екі пайым қарама-қайшы. Ал енді келесі заңы үшіншінің мүмкін еместігі. Үшінші болуы мүмкін емес деген пайымда заң болады. Барыс қанаттылар отрядына жатады. Барыс мүлдем ұша алмайды. Осы екі пайымның біреуі дұрыс, біреуі қате, ал үшіншісі болуы мүмкін емес. Екеуінің біреуі ғана. Барыс не ұша алады, не ұша алмайды. Екінің бірі. Үшінші нұсқа болуы мүмкін емес. Міне, логикада осыны ескеру керек. Одан кейінгі 4-ші заң жеткілікті негіздеме заңы. Мынандай бір сөз бар. Нан жеген зиян екені дәлелденді дейді. Осыны естіп алады да, кейбіреулер нан жемей жүреді. Нанның зиян екені қашан зерттелді? Кім зерттеді? Қашан зерттеді? Оны ойламайды. Демек, бұл жеткілікті түрде негізделмеген. Қашан айтылғаны, қашан зерттелгені, кім зерттегені белгісіз. Ал логикада зерттелген дүниені ойлау керек. Ол зерттелді ма, зерттелмеді ма, соған баса назар аудару керек. Соны анықтап алу керек. Міне, логиканың 4 заңы осы. Әрбір сөйлемді, әрбір ақпаратты ойлағанда, әрбір пайымды бір-біріне сәйкес келе ме, бір-біріне қайшы сөз емес пе, осылардың екеуінің біреуі дұрыс-ау дегенді ойлау керек. Бұл қашан зерттелді, кім зерттеді дегенді сараптау керек. Балалар, біз бүгін логикалық қате және логикалық қулық туралы айттық.
логикалық қате білімнің жетіспеуінен болатынын, ал логикалық қулық арнайы бір мақсатта әдейі сөзге араласатынын түсіндік. Енді мына бір мысалдарда, мына бір пайымдарда қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, қайсысы логикалық қатеге жатады, қайсысы логикалық қулыққа жатады. Осыны түсіндіріп көріңіздер. Бірінші, жылан бауырмен жорғалаушы, жауын құрт та бауырмен жорғалайды. Демек, жауын құрт жыланның бір түрі. Осы пайым дұрыс па? Өз білімдеріңізді іске қосып ойланыңыз. Және бұл логикалық қулық па, жоқ логикалық қате ме? Екінші, Асан спортпен айналысады. Спорт денсаулық кепілі. Спорт салауатты өмір. Демек, спортпен айналысу Асанның иммунитетін күшейтеді. Осыны да талдап көріңіздер. Үшінші, Ладинка Ладиниядан келген. Мысалы, Ладинка деген адам Ладинияда деген елден келген. Ладинка үнемі кіре берісте қоқыс тастап кетеді. Ладиниядан келгендердің бәрі Ладинка сияқты шошқа. Осы жерде, осы пайым дұрыс па? Неліктен олай ойлайсыз? Және бұл логикалық қате ме, жоқ логикалық қулық па? Себебін түсіндіріңіздер. Оқушылар, 3Q әдісімен кері байланыс жібереміз. Бүгінгі сабақта сізге не қызық болды? Не қиын болды? Бүгінгі сабақтағы ақпараттардың қайсысын қалай қолданасыз өмірде? Осы туралы жазып жіберіңіздер. Сіздердің кері байланыстарыңызды күтемін.